Aynen karasına onдағы көпіршіктерге. Менде де сол көпіршік. Көпіршікке қандай әдемі. Бірақ мен қолымдағы сабын қатты сабын. А менде суық су сабын. Нешіміз күнде қолымызды жуайды, сабынымызды не үшін керек? Айна, сен білесің ба? Жоқ, мен білмеймін. Онда айым сағын барып сұрайықшы. Жарайды, айгерім қошқарымызды. Ya балалар, Нешіміз бірге қолымызды жуайды, сабынымызды не үшін керек? балалар сіздерге қатты қызық болып тұр ма? Я, Онда эксперимент жасап көреміз бе? Мен сіздерді онда тағы да лаборатория орталығына шақырамын. Жүр кеттік, бірге барайық. Балалар, жаңа сіздер менен сұрадыңыздар. Сабын не үшін керек деп. Ал өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Екра өлтіру үшін, қолымыз жуу үшін, үйде таза болып жүру үшін. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді соны біздер қазір эксперимент жасап көрейікші. Жарай ма? Жарайды. Сабынға суымызды алайық. Құяйық тәрелкемізге. Ал енді бұрышты салайық ішіне. Толтырып салыңдар. Бұл біздің түріміз қолымыздағы, да? Ал енді мақта оралған таяқшамызды алып, сабынды суға батырайық. Кәнекей көріңіздерші, қандай реакция болады екен, қатты ығыстырамыз. Басамыз қайта. Міне көрдіңіздер ма? Қолдың түрі, міне сабынды сумен жуған кезде осылай кетеді. Көрдіңіздер ма? Қашып жатыр. Менен қашып. Балалар, біз жаңа сабынның қатты маңызды екенін білдік, иә? Ал енді қазір біздер сабынды жасап көрейікші. Сіздер үйіңізде не жасадыңыздар сабынды? Қалай жасадыңыздар? Сабынды турадыңғады, ыстық суға қайнатты, банкіге салды. Сосын жаймен қайда қойдыңыздар? Салқын жерге. Дұрыс айтасыңдар. Салқын жерге қойып, міне мынандай қылып дайындап алып келдіңіздер, иә? Ал енді соны біздер силикон қалыпшаға салып, біздер сабын жасаймыз. Жарай ма? Қанекей, силикон сабынымызға салайық. Бұл екеуін кезек-кезек ала ғой. Қасықпен басыңдар. Міне енді біз мынаны қайда қоямыз? Салқын жерге апарып қоямыз. Балалар, ал енді біз қазір ойнаймыз. Күшті көпіршіктер шығарады, жарай ма? Алдымызға суымыз құйылды, ал енді сұйық су сабынымызды құяйық. Сосын былғаймыз. Қатты қыз. Жарайсың. Ал енді араластыр. Ал енді Айнат сен. Жаймен араластырамыз. Ал енді баклажканың несін аламыз, салфетканы ораймыз. Резинкамен байлаймыз. Балалар, ал енді біздер көпіршік шығарып ойын ойнап көрейік, жарай ма? Қанекей, өпіріп көріңіздерші. Қандай керемет, балалар ойнап жатыр ма? Қандай әдемі. Керемет. Міне көрдіңіздер ме балалар? Сабынмен және сұйық сабынмен біздер қолдың кірін кетіреміз және көңіл көтереміз, солай ма? Мына жақта тауышып отыр. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біздер ойын ойнап болдық, солай ма? Ал енді сабындарыңызды ашып көріңіздерші. Вау, қандай керемет сабын. Бізге саған ұнады ма? Айнат, сенікі қандай сабын? А сенікі ше? Менікі А пішіні қандай? дөңгелек. Қандай керемет, жарайсыңдар балалар. Бүгін біз тағы да не жасадық? Сабыннан басқа. Көпіршіктер ойнадық. Сосын сабыннан не қашады екен? Кір. Кір қашады екен, иә? Эксперимент жасадық, солай ма? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сіздерге экспериментіміз ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар. Рахмет сіздерге балалар.